Қайырлы күн, құрметті студенттер. Этнопедагогика пәні бойынша дәрісіміздің тақырыбы қазақ халқының ауызекі шығармашылығы. Қазақ халқының ауызекі шығармашылығы ертегілер мен жаңылтпаштар, бесік жыры, тұсау кесу жыры, батырлар жыры, аңыз әңгімелер, мақал мәтелдер, жұмбақтар, айтыс өнері, шешендік өнер, ырым, тыйым сөздер және термелерден құралған. Халық ауыз әдебиеті үлгілері балалардың ақыл-ойын кеңейтеді, тілін ширатады, жеке тұлғалық адами ізгілік қасиеттері мен талғамын күшейтеді, ата-баба мұрасын құрметтеуге тәрбиелейді. Ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық тәлім-тәрбиенің белгілі жүйесін жас буын жадына біртіндеп сіңіріп отыратын арнаулы жолдар, тиімді тәсілдер болған. Сондықтан қазақ халқының ауызекі шығармашылығы тәлімдік тәрбиелік ой-пікірдің бастауы, халықтың рухани мұрасы. Олардың қайсысының болсын педагогикалық мүмкіндіктері жоғары, өзіне тән мазмұны ерекшеліктері бар, танымдық, тәлімдік мәні зор, ұлан-ғайыр дүние. Осы жайлы Шоқан Уәлиханов халықтың ақыл-ойын және қалың бұқараның сана-сезімі, өмірі мен алға басуы кезінде туған бұл шығармалар ауызша айтылу түрінде бірден бірге содан бүкіл халыққа жайылды. Онда халықтың мәдени рухы, көзқарасы, әдеті, мінез-құлқы, тұрмыс тіршілігі суреттелген. Сондықтан бұл жырлардың әдебиеттік жағынан болсын, тарихи жағынан болсын, маңызы зор деп ой түйіндеген. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінің ішінде ертегілер баланы қызықтырады, қиялын дамытады, сөзді тыңдай білуге үйретеді, оның адами ізгілік қасиеттерін тәрбиелейді, тілін ширатып, жан дүниесін, мінез-құлқын қалыптастырады, жеке тұлға ретінде қалыптасуға, жеке даралық дарын нышандарын дамытып жетілдіреді. Қазақ ертегілері сан алуан. Оларды хайуанаттар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер, тұрмыс салт ертегілері, батырлар туралы, күлдіргі ертегілер, отбасылық хикаялар туралы ертегілер деп бірнеше топқа бөлуге болады. Ертегілер баланың қиялын шарықтатып, болашағын елестетіп, келешекке сеніммен қарауға тәрбиелейді. Халық баланың тілін ширату үшін оған сөз үйретіп, дүниетанымын дамыту мақсатында жаңылтпаштар ойлап шығарған. Бал-бөбектің тілі шығып, балдырған жасында сөздік қоры молая бастаған кезде кейбір дыбыстарды айта алмай, немесе қиналып айтады. Тілін мүкістендірмей, мүдірмей сөйлеу үшін қиналып айтатын дыбыстары бар сөздерді бала неғұрлым жиі-жиі дыбыстап айтып, жаңылмай жаттықса, сөйлегенде мүдірмей өз ойын толық жеткізетін болады. Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы баланың ана тілін ардақтау, сөз қадірін білу, сезімі қалыптасып, ой-қиялы дамып, тәлім алады. Жаңылтпаштар тек жас балалардың тілін ширату үшін ғана қолданылмайды. Сонымен қатар жаңылтпаш айтысып, тіл ұстартуды үлкендерде салтқа айналдыратын болған. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінің ішінде бесік жыры, тұсау кесу жыры, жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастырудың қуатты құралдары болып табылады. Соның ішінде тұрмыс салт әуендерімен айтылатын бесік жырының мәні зор. Ал батырлар жыры жақсылық пен жамандықты, мейірімділік пен зұлымдықты көз алдына елестетіп, ой-өрісін дамытып, шығармадағы қызықты оқиғалар, отты сөздер, өнегелі іс-әрекеттер балалардың жаман мінез-құлықтан жиреніп, жақсылыққа жетелеуіне жол ашады. Батырлар жыры жас ұрпақты ерлікке, халықты сүюге, сүйіспеншілікке, достыққа тәрбиелейді, тұлғаның ұлттық мақтаныш сезімін тудырады. Аңыз әңгімелер жеке тұлғаны шыншылдыққа, бауырмалдыққа, елін сүйіп, еңбек етуге, зұлымдықпен күресе білуге үйретеді. Келер ұрпақтың наным сенімін, арман қиялын арттырады. Онда көбінесе өмірде болған нақты оқиғалар алынады да, оған қызық, ғажайып сюжеттер қосылып, тыңдаушыны баурап алатындай әңгіме жүйесі ерекше әсерлі құралады. Қазақ халқы сөз қадірін біліп, қасиетті сөзді қадірлеп, аузынан тастамай, өнеге ретінде данышпандығын өлең өрнектерімен көмкеріп келе жатқан халық. Сөз зергерінің аузынан шыққан мақал мәтелдерді үлгі етіп, жеке тұлғаны тәрбиелеуде пайдалану дәстүрге айналған. Осы сарқылмас қазына ауыз әдебиеті үлгілерінің тағы бір түрі мақал мәтелдердің бала тұлғасын қалыптастыруда алатын орны ерекше. Осыған орай тәрбиенің халықтық дәстүрмен тығыз байланысын
балалар тәрбиесі саласында мақал-мәтелдер, сондай-ақ басқа да қанатты сөздер, сөздің үнші маржандары, онда халықтың даналығы, байқампаздығы, оның бала тәрбиесіндегі үлкен тәжірибесі, еңбекке деген көзқарасы, үміті мен арманы, мүддесі қалыптасып сақталады. Тәрбиенің халықтық сипатына, еңбектің тәрбиелік және психологиялық мәселелеріне көп көңіл бөлу қажет. Тәрбиенің көзі халықта. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінің ішінде баланың жеке тұлғасын қалыптастыруға жұмбақтың тәрбиелік мәні зор. Жұмбақ баланың ойын, қиялын шарықтатып, қисынды пайымдау қабілетін дамытып, оны тапқырлыққа баулиды. Бала затты бейнелеп, баламалап сипаттау арқылы оның көлеміне зер салуға, танымдық ұғымдар мен түсініктерді ой-қиял елегінен өткізіп, тұжырым жасап, шешімге келуге дағдыланады. Жұмбақ туралы Ахмет Байтұрсынов былай деп айтқан: жұмбақ деген аты жұмудан шыққан, яғни қолдың ішіне бір нәрсені жасырып, жұмып, соны тап дегеннен шыққан. Жұмбақ нәрсені қолға жасырып таптыртқызбайды, ойды бүгіп айтпай қойып, сол нәрсеге ұқсас нәрселерді сипаттап айтып, ұқсастығы бойынша таптырады. Жұмбақ зейінді ұстап тұруға пайдасы өте бар. Жұмбақтың негізі тәріздеу, яғни нәрсенің сипатын тәріздеп айту. Жұмбақтың тақырыбы мен мазмұны өте ауқымды. Бұл жөнінде Мәлік Ғабдуллин жаратылыс дүниесі, табиғат жайлы еңбек құралдары, хайуанаттар мен өсімдіктер және оның өмірі, білім, техника жұмбақтың басты тақырыбы деп мазмұнына қарай жұмбақтарды әр салалы тақырыптарға бөлген. Жұмбақ ауыз әдебиетте ертеден қалыптасқан өзіндік ерекшелігі бар жанрдың бір түрі. Ол тәрбиеленушінің ойлау қабілетін, қиялын дамытып, тапқырлық қасиетін жетілдіреді. Халық ауыз әдебиет үлгілерінің тағы бір түрі санамақтар. Санамақтарды халық негізінен жас балаға сан үйрету үшін шығарған. Тәрбиеленушілердің тұлғасын қалыптастырып тәрбиелеуде қазақ халқының айтыс өнерінің орны ерекше. Айтыс – ол қазақтың төл сөзі. Айтыс шешендік сөзбен де, өзара күй тартысу арқылы да кезектесіп айтылған суырып салма өлеңмен де болуы мүмкін. Мұның қай түрін алып қарасақ та, сезімтал тапқырлықпен, қиыннан қиыстыратын шеберлікпен қатар, халқымыздың ой арманы, ар намысын қастерлеген ақыл өсиеті мен бүкіл әдет ғұрып салт дәстүрлері қамтылған. Айтыста жеке тұлғаға үлгі өнеге болатын әсемдік нақышына келтіріп бейнелейтін теңеулер, ұшқыр ойлар, шешендік нақыл сөздер жиі айтылады. Демек, осындай айтысты тыңдап, балалар айтысына қатысып өскен балада адами ізгілік, ар-ұят, сыпайылық, үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, еңбекті қадірлеу, рахымдылық, ізеттілік, инабаттылық, отанын сүйгіштік сияқты сапалы жеке тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына, дүниетанымы мен мінез-құлық дағдыларын дұрыс қалыптастыруға, мәдениетінің дамуына, өз халқының ән күйіне деген сүйіспеншілігін арттырып, эстетикалық талғамын, жан сезімін жетілдіре отырып, жеке тұлға болып қалыптасуына ықпалын тигізеді. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінің ішінде шешендік сөздерді баланың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда пайдаланудың маңызы зор. Себебі шешендік сөздер ел құралып, халық қалыптаса бастағаннан бері халықтың өнеге тұтып, өмір тәжірибесіне пайдаланып келе жатқан билер мен хандардың, ақындар мен шешендердің, ел ағасы болған данышпандардың жастайынан жалындап өскен өткір ойшылдарының аузынан шыққан дуалы, өнегелі, қисынды, қасиетті сөздер. Отбасында ата-ана бала тәрбиесіне үлгі етіп, шешендік сөздермен мысал келтіріп, баланы әңгімеге тартып, ойын оятып отыруға міндетті. Шешендік сөздерді таңдап, отбасында оқуды әдетке айналдырып, әдеттен дағды, дағдыдан дәстүр қалыптастыру қажет. Қазақ халқының ежелгі салт дәстүрлерінің бірі бата тілек білдіру. Мысалы, жаңбыр менен жер көтерер, бата менен ер көгерер. Көп тілеуі көл деген ой пікірді уағыздап, кейінгі ұрпаққа ықылас білдірген, ақ ниетпен бата беріп, тілек тілеуді дәстүрге айналдырған. Батаның тәрбиелік
мәні бақ берсін, бас берсін, өміріне ұзақ жас берсін деген сөздер арқылы адамды ізгілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке баулиды. Ендеше бата да сол ұлы қасиеттерге бастаушы әрі тудырушы рухани мұра болып табылады. Бата көркем сөзбен, өлеңмен, тақпақпен, шешендік тілмен әсерлі қол жайылып айтылады. Батаны құрметті елге өте сыйлы адамдар береді. Үлкен кісілер немесе кез келген адам біреудің қайырымдылығы мен жақсылығы, ізгі қызметі үшін де бата береді. Батаның тәрбиелік мәні зор. Демек, бата тілек жеке тұлғаға жақсылық ойлау, ізгі ниетін білдіру. Мәселен, дастарханға бата беру, ас қайыру, жеке адамға бата беру сияқты бата тілектерді балаларға үйрету, оларды бірлікке, имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелейді. Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, оның тәрбиесіне ықпал ететін салт-дәстүрдің тағы бір түрі ырым-тыйым сөздер. Ырым-тыйым сөздер жеке тұлғаны жамандықтан сақтандырып, жақсылыққа жетелейді. Мысалы, ерніңді шығарма, бетіңді баспа, бас киімді теппе, үлкен кісімен сөйлесіп тұрғанда қолыңды қалтаңа салма сияқты тыйым сөздерді балалардың тәрбиесінде жиі қолданып үйрету, олардың бойында адами ізгілік қасиеттер мен жақсы мінез-құлық дағдылардың қалыптасуына әсер етеді. Қазақтың халық педагогикасында ақыл-ой тәрбиесі термелер арқылы да жүзеге асырылады. Жырдың үлгі-өнеге, өсиет, насихат ретінде айтылатын түрі терме деп аталады. Термеде жырау өмір тәжірибесінен алынған философиялық ой шешімдерін айтады. Адамгершілік қарым-қатынасты, өмірдің философиялық мәнін түсінуді, адамгершілік пен әділеттікті, әсемдік пен әуезділікті уағыздайды. Терме жыраудың, жыршының өз әуені мен мақамымен айтылады. Терме айтушы оның әуенін көбінесе домбыраға, басқа да аспаптарға қосып айтады. Термеші адамгершілік пен зұлымдылықты, әділеттілік пен әділетсіздікті, жаман мінез бен жақсы мінезді салыстыра жырлап, тыңдаушыны адамгершілікке, достыққа, бірлікке, еңбекке, өнерпаздыққа тәрбиелейді. Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, оның тәрбиесіне ықпал ететін салт-дәстүрдің тағы бір түрі ырым-тыйым сөздер. Ырым-тыйым сөздер жеке тұлғаны жамандықтан сақтандырып, жақсылыққа жетелейді. Мысалы, құстың ұясын бұзба, көкті жұлма, табалдырықта тұрма, босағаны керме, беліңді таянба, бас киімді теппе, нанды жерге тастама сияқты тыйым сөздер бала тәрбиесінде жиі қолданып үйрету, олардың бойында адами ізгі қасиеттер мен жақсы мінез-құлық дағдылардың қалыптасуына әсер етеді. Халқымыздың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, әдеп-дағдыларын жас ұрпақтың бойына сіңіру, ойын арқылы дарытып, көңіліне қондыра білу өмір қажеттігінен туындап отыр. Себебі баланы нәресте шағынан бастап адалдыққа, батылдыққа, елін, жерін, тілін сүйе білуге, отаншылдыққа, адамгершілікке тәрбиелеудің құралы ол ұлттық ойындар. Оның тәрбие, білім берудегі сиқырлы сырын терең меңгеру үшін ежелден бері өркен жайып, үздіксіз дамып келе жатқан ұлттық ойынды оқыту процесінде пайдаланудың тиімді жолдарын анықтау аса қажет. Қазақтың ұлттық ойындарының даму тарихымен айналысқан белгілі ғалымдардың еңбектерінде халқымыздың 100-ге тарта ойындарын жинақтап, бірінші рет әрбір ойынның ерекшеліктеріне және ойнаушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес олар топтастырылған. Халық педагогикасының баланың тұлғасын қалыптастыруда ұлттық ойынның орны ерекше. Ұлттық ойындар балаларды бір-біріне жақындастырып, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашып топтастырады. Ұлттық ойынның қасиеттерін халық ерте танып, өмірлік мәні зор ойындардың алуан түрлерін ойлап шығарған. Қазақ халқы халық ойындарына өте бай, оның түрлері де алуан болып келеді. Ойында адамның өмірінің сан қырлы тұрмыс-тіршілігі, еңбегі, дүниетанымы, арман-тілегі, болашаққа деген сенімі, жігерлілігі көрініс табады. Қазақтың ұлттық ойындарының тәрбиелік мәні зор. Олар халықтың өмірімен, шаруашылық және әлеуметтік жағдайларымен тығыз байланысты.
Спорттық ойындардың түрлері өте көп. Солардың ішінен көкпар, аударыспақ, алтыбақан, тоғызқұмалақ, ақсүйрек, көксүйрек, қақпа доп сияқты ойындарды атап көрсетуге болады. Аударыспақ ойыны ер азаматтың атқа шауып күш сынасуындағы артықшылығын, күштілігін, ептілігін көрсететін халық ойыны. Найзаласу және жамбы ату ер жігіттің күш қуатын арттырып, ептілігі мен мергендігін қалыптастырады. Әсіресе ат үстінде найзаласу жарысы асқан шеберлік пен балуандықты қажет етеді. Әділ қазылар алқасы мен төрешілер ұлттық шынықтыру жарыстарының ережелерін қатаң сақтауды талап етеді. Қыз қуу жігіттің жігерлігін, батылдығын, еңбегі мен өнерін сынайтын дәстүрлі өнер. Баяғы заманда қызға үйленбек болған жігіттің батылдығы мен күші, ептілігі сыналып, сыннан мүдірмей өткен жігітке енді қызды қуып жетсем қалыңдығың болады деген талап қойылған. Ақсүйек ойыны бағдарлық сезімді дамыту үшін, денені шынықтыру үшін шығарылған ұлттық ойын. Ол айлы түнде ойналады. Көкпар ойыны шынықтыру тәрбиесінің ұлттық мәйегінің бірі. Көкпардың дара көкпар, дода көкпар сияқты түрлері бар. Мәреден сөреге дейін алдырмай барып, мәреге көкпарды қайтып алып келген жігіт жеңіске жетеді. Ал дода көкпарда кімнің аты күшті, өзі балуан әрі батыр болса, көкпарды додадан үзіп алып шығып, белгілі мәресіне қарай алып қашып, діттеген жеріне жеткізген. Тоғызқұмалақ ойыны ойлау жүйесін дамытатын ұлттық ойын. Ойын үшін арнайы тақта жасалынған. Тақтада 18 ұяшық кіші отау, 2 үлкен қазан, үлкен отау бар. 162 құмалақ дайындалып, әрбір ойыншыға 81-ден бөлінеді. Әр ұяға 9-дан келеді. Алғашқы ойынды кім бастайтынын әділ қазылар шешеді. Алтыбақан ойыны қазақ халқының дене шынықтырып көңіл көтеру үшін шығарылған ұлттық ойыны. Тарихқа көз жүгіртсек, бала тағдырын ұлт тағдыры деп қарап, келешек ұрпағының тексіз, түпсіз өсуіне жол бермеген, жетімдерін жылатпаған, жесірлерін жерге қаратпаған елдік дәстүр болған. Осыған орай бүгінгі күннің жаңару бағыты бала тәрбиесінің арқауына ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрді, халықтың рухани игілігін пайдалану басты назарда болуды көздеп отыр. Қазақ халық тәрбиесінде болмысқа мәдени танымдық көзқарасты, мәдени қарым-қатынасты қалыптастыру, жастар мен балаларды рухани адамгершілік, құндылық мәдениетіне тарту құралдары сан алуан. Халық педагогикасы мұраларының бірі дәстүр. Дәстүр дегеніміз бір ұрпақтан екінші ұрпаққа ауысып отыратын, қоғам өмірінің дамуына сәйкес өзгеріп, кейбіреулері жаңа мазмұн алып, әрі қарай дамитын халықтың қоғамдық тарихи өмірінде қалыптасқан құбылыс. Халық дәстүрінің танымдық тәрбиелік мәні ұлан-ғайыр дүние. Ол тұтастай алғанда жас ұрпақ үшін ғана адам өмірінің рухани адамгершілік қуатының қайнары. Оның ішінде тікелей бала тәрбиесіне бағытталған, баланың жан дүниесіне қалыптасуына, рухани марқаюына негізі болатын мүмкіндіктер көп. Ол халықтың кәсібімен, салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен, тілімен, тарихымен, адами ізгілік қасиет сапаларымен сабақтасып, біте қайнасып, тарихи кезеңдер ерекшелігіне қоғам тану сатылары арқылы жетіліп, ұрпақтан ұрпаққа ауысып отыратын қастерлі мұра. Қазақ халқының дәстүрлерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқандығы оның өміршеңдігінде, тәлім-тәрбиесінде кең таралғандығында, адамның туған күнінен бастап барлық өмір жолын қамтитын әртүрлі рәсімдер және дәстүрлер бар. Ендігі мақсат ата-баба дәстүрінің озығын жаңарту, оны жеке тұлғаны қалыптастыруда басты рөлге айналдыру, қазақтың ата салтының қағидасын қазіргі өмір тынысына сай пайдалану, жаңарту басты мәселе. Дәстүр дегеніміз әдет-ғұрыптың өмірдегі өсіп жетілген әртүрлі формасы. Қай халықтың болса да ұлттық үдерісі, ұлттық қасиеті, өзіндік әуені, тағылымды дәстүрі мәртебесін биікке көтеріп тастайтыны сөзсіз. Киелі керемет дәстүрлері бар, әрбір ұлт өзінің ұлттық бояуы мен өзінің болашақ ұрпағының төл келбетін қалыптастырады. Салт адам өмірінің күнделікті тіршілігінде жиі қолданылатын мінез-құлық, қарым-қатынас ережелері мен жол-жора рәсім-заңдар жиынтығы. Ол жеке тұлға өмірінде еңбек, іс-әрекет, адамгершілік,
құқық, дін тәжірибелерімен байланысты көрініс береді де біртіндеп ауыл-аймақ, ру-тайпаға ортақ рәсімге айналады. Игі әдеттердің өмір қолданысына айналуын әдет-ғұрып деп атаймыз. Ал оның біржола өмір заңдылығына айналуы салт-дәстүр деп аталады. Ұлттық рухымыздағы дәстүр тәрбиеленушілердің тұлғасын қалыптастыруда тиімді деп есептелінеді. Дәстүр қоғамдық сананың барлық салаларымен байланыста дамып, топтасқан қауымның қалыптасқан бірыңғай көзқарасын, әдет заңын марапаттайтын рәсім. Дәстүрге ғасырлар бойы қалыптасып сұрыпталған әдет-ғұрыптар, жол-жоралар, көзқарас түсініктер жатады. Ал жол-жоралғылар әдет-ғұрыптың бөлшегі, одан келіп салт пен дәстүр тоғысып туындайды. Салт-дәстүрлер ұлттың ұлт болып қалыптасуымен бірге туып, бірге дамып келе жатқан тарихи және көне процесс. Ол ұрпақ тәрбиесінен, мәдени тұрмысы мен шаруашылық тіршілігінен көрініс бере отырып, адамның дүниеге келуімен бірге өрбіп, о дүниеге аттанғанша құндақтайтын, тербететін алтын бесік. Ұлттық салт-дәстүр негізгі сипатына қарай ерекшеленеді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Өмірдің заңды құбылыстарымен уақыт, тарих көшіне сай қалыптасады. Және ұжымдық, символдық іс-қимыл қоғамдық қарым-қатынастың құралы. Балалардың жас ерекшелігіне сай тұлғасын қалыптастыруда халықтың құнды мұраларының педагогикалық ашылмаған баға жетпес мүмкіндіктері бар. Көне қазақ ойшылы Жүсіп Баласағұн тұлға туралы тәлімінің маңызы өте зор. Оның тұлға туралы тәлімінің маңыздылығы сонда, ол тұлғаның негізгі 4 құрылымдық компонентін бөліп көрсетеді. Біріншісі парасат, яғни сана, ақыл, ойлау, даналық. Берілген компонент тұлғаның когнитивтік құбылысын тудыра отырып, оның танымдық, интеллектуалдық іс-әрекетімен сәйкес келеді. Екіншісі қанағат, яғни қанағаттанарлық, алғыс, өзіңдегі бар затқа, азға қанағат ету, өз мақсатыңа жете білу, яғни басқа біреудің ала-жігін аттамау. Ол тұлғаның рухани адамгершілік құбылысын тудырып отырып, оның құндылық бағыттылық іс-әрекетімен сай келеді. Үшіншісі әділет. Ақиқат адамның әлем мен табиғатпен, қоғам мен қарым-қатынасының ең жоғарғы деңгейі. Осы жерде Каменскийдің әділеттілікті біреудікін алма, басқаның затын ұрлама, біреудің көңілін қалдырма деген сөзі ойға оралады. Ол тұлғаның әлеуметтік нормативтік құбылысын тудыра отырып, коммуникативті реттеу іс-әрекетімен сәйкестендіреді. Келесі дәулет, яғни молшылық, жетістік, материалдық байлықты білдіреді. Бұл жерде бірінші және негізгі байлық ол психикалық және дене денсаулығы. Бұл құрылымдық компонент тұлғаның психофизиологиялық құбылысын тудыра отырып, оның эстетикалық, дене және тәжірибелік іс-әрекетімен сай келеді. Тұлғаның үйлесімді дамуы осы 4 құрылымдық компоненттің өзара бір-бірімен тепе-теңдігінен көрінеді. 4 құбыласы бірдей тең. Осы 4 құбыланың біреуі бұзылған жағдайда, олардың дамуында тепе-теңдіктің болмауы тұлға тұтастығының үйлесімділігін болғызбайды. Көне ойшыл Жүсіп Баласағұн тұлғаның осы қасиеттері ел басшылары мен халық батырларына, әмірлер мен падишахтарға тән болу қажет деп есептеген. Оның тәлімі қазіргі күнге дейін бұл маңызын жоймады. Адам этностың дамушы субъектісі ретінде өз халқының дәстүрі мен әдет-ғұрыптарында негізделіп келген этникалық нормаларды, этноәлеуметтік рөлдерді, этникалық құндылықтарды меңгереді. Соның нәтижесінде оның бойында этникалық сана-сезім, өзіне, этностың басқа мүшесіне деген қатынас, өз ұлтына деген мақтаныш сезім, өз этносының мәдениетіне, тіліне деген оң көзқарас қалыптасады. Қазақ халқы уақыт талабына сай жан-жақты жетілген адам тұлғасын қалыптастыруда дәстүрлі тәрбие тәжірибесінде өз идеалын орынды құра біледі. Халық түсінігінде нағыз жетілген адам 8 қырлы бір сырлы, бұл өз бойына халықтың ең жоғарғы адами қасиеті мен ең жақсы этникалық мінез-құлық үлгілерін жинақтаған тұлға. Осындай идеалды қалыптастырып дамытуда халық қоғамдық пікірге аса зор мән берген. Этникалық тәрбиенің мазмұны.
Ақыл-ой тәрбиесі. Жас ұрпақтың ақыл-ойының дамуы еңбек пен ғылым білімнің ұштасуына байланысты. Халық педагогикасында оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Оқу білім шырағы, білім өмір шырағы. Ақыл азбайды, білім тозбайды деген өмір тәжірибесінен туындаған қағидалар жас ұрпақтың ақыл-ойын тәрбиелеу үшін пайдаланған. Адамгершілік тәрбиесі. Моральдық жағынан кіршіксіз таза, қоғам мүддесі үшін еңбек ететін, жан-жақты жетілген адам тәрбиелеу тәрбиенің басты мақсаты. Сұлулық, эстетикалық тәрбие. Әсемдікті көре, түсіне жасай білу адамның рухани өмірін байытады, қызықты етеді, оған ең жоғарғы рухани ләззаттануына мүмкіндік береді. Дене тәрбиесі. Атқа отырғызу, күрес, ат жарыс, жаяу жарыс, көкпар, аударыспақ, жан бату сияқты шынықтыру дәстүрлерімен қатар халық өз ұрпағын батырлыққа, ерлікке, адалдыққа тәрбиелейді. Тәні саудың жаны сау ұстанымын ұстанады. Еңбек тәрбиесі. Баланы кәсіпке үйрету болып табылады. Мал бағу, егін салу, сәулет өнерін үйрету, зергерлік, тоқымашылық, құсбегілікке, ұсталық кәсіпке үйретудің негіздері. Еңбек халық өмірінің өзі. Сондықтан еңбекке тәрбиелеу бүкіл тәрбие қызметі мазмұнын анықтайтын тәрбиенің халықтық жүйесінің негізгі өзегі болып табылады. Барлық халықтардың ең озат дәстүрлері еңбек саласында орын алады. Қашанда ең озықты алып жүруші, ең кереметті, ең ұлыны жасаушы ол еңбекші халық. Сондықтан алдыңғы қатарлы озық дәстүрлерді зерттеу ең алдымен халықтық міндет дәстүрлерін оқып үйренуді білдіреді. Еңбек өмірдің тұтқасы, тіршілік көзі. Еңбексіз өмір жоқ. Қоғамдағы байлықтың бәрі адамның еңбегімен жасалған. Осыны терең түсініп ой топшылаған халық еңбек адамның екінші анасы, еңбек түбі береке, жалқаулық аздырады, еңбек оздырады сияқты мақал-мәтелдер арқылы жастарды еңбексүйгіштікке тәрбиелей білген. Сондай-ақ еріншек жалқау кісінің соры, жаман әдет, жат мінез екендігін жас буынға түсіндіре білген. Осы жайтты терең түйіп, еңбектің бейнеті мен зейнетін басынан өткізген халқымыз баланы еңбекке тәрбиелеуді отбасынан бастаған. Мұнда тек айту арқылы еңбекке үйреткен деген теріс ұғым тумауы керек. Ерен еңбекпен күн өткен халқымыздың отбасындағы бала тәрбиесі негізінде еңбек процесінде жүргізіледі. Құт береке болған еңбек қазақ халқы үшін күнкөріс көзі ғана емес, рухани өмірдің түрлі тәрбиелік дәстүрлердің өзегі. Негізгі шаруашылығы мал өсіру болғандықтан ер балалар 5-6 жасынан бастап мал күтіміне араласқан. Еңбекті және еңбек адамдарын құрметтеу бұл халықтық тәрбие жүйесінің аса маңызды өсиеті. Шаруашылық кәсіптер, жұмыстардың негізгі түрлері қазақ халқында мал өсірумен байланысты болды, сонымен бірге тұтастықты құрады. Баланың өсуімен байланысты оның еңбек дағдылары мен икемділіктері де қалыптасу кезеңіне дейін жалғасты. Отбасы жағдайында өзіне өзі қызмет ету және қызмет көрсету еңбегін үйрету мына бөлімдерден құралады. Өзін күтуге, тұрғын үйді таза жылы ұстауға, өз киімдерін күтіп ұстауға дағдыландыру, ас әзірлеу, нан және ұннан жасалатын тағамдар пісіруге үйрету, азық-түлік тағамдарын сақтай білуге үйрету, киім тоқу, әшекей, пішу, тіге білуге машықтандыру, отбасындағы жасы кішілерді күту, оларды жұбатып тамақтандыру, ұйқыға жатқызу, ойнату, ауланы жинап ұстау, сарай, қора-қопсыны жөндеуге үйрету, отын даярлау, оларды үйге жеткізу, аулада оған орын әзірлей білуге үйрету, еңбекке сүйіспеншілікке баулу, еңбек мәдениетіне тәрбиелеу. Қазақ халық педагогикасында еңбекшілердің тарихи дамудың түрлі кезеңдерінде өмірлік, әлеуметтік тарихи тәжірибесі, олардың еңбек пен жас ұрпақты еңбекке тәрбиелеу жөніндегі идеалдары, ұғымдары, көзқарастары көрініс тапты. Халық педагогикасы балаларды еңбекті сүюге тәрбиелеуде тұрмыс қиыншылықтарымен табысты күресудің кілті, олардың болашақ өмірінің гүлденуінің шарты ретінде ерекше мән берді. Жастарды еңбек адамдарына, олардың өте үлкен күш жұмсаған еңбегінің нәтижелеріне терең құрмет рухында тәрбиеледі. Халықтық тәрбие тұлғаға қажетті бүкіл жағымды сапаларды игерген еңбек қалыптасуының бай тәжірибесін жинақтады. Қазақ халқында бала тәрбиелеуде өте мол мұра бар. Яғни отбасына байланысты тұнып тұрған, қаймағы бұзылмаған дәстүрдің бар екенін көреміз. Ұлттық салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптардың заманға сай ұрпақтарымызды өркендетер өрнектерін халық жоғары бағалайды.
Тәрбиенің тамыры отбасында бітіп, бұталары, гүлдері, жемісі де содан өсіп өнеді. Мектептің педагогикалық даналығы отбасындағы осы тәлім тазалығына негізделіп қалыптасады. Сондықтан да мектеп тәрбиесі отбасы тәрбиесімен ұштас деп айтуға болады. Отбасы жас ұрпақты жеке тұлға ретінде қалыптастырудың қайнар бастауы. Ол жеке тұлғаны қалыптастыруға игі ықпалын тигізетін халықтық педагогиканың алуан түрлі формалары мен құралдарын ғана емес, сонымен бірге ұлттық рухани мәдениеттің, мінез-құлық пен әдептіліктің, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың, мұралық қазыналардың, ой мен тілдің, ауыз әдебиет үлгілерінің тәлім-тәрбиелік мәні бар озық түрлерін кеңінен пайдаланады. Оның маңыздылығы ерте балалық шақтан басталып, этно-әлеуметтік рөлдерді орындауға бейімделу және оны адам өмірінің барлық кезеңінде жалғастыру. Қазақ халық ауыз әдебиет үлгілерінің барлығы дерлік балаға өмір танытады. Айнала қоршаған ортаның қыр-сырын, сын-сипатын танытып, таным әрекеттерін, яғни қиялын, ойлауын, еске сақтауын, тілін дамытады. Баланы тәрбиелеу ісіне қажетті мүмкіндіктер ауыз әдебиеті үлгілерінен табылып, халық шығармаларындағы оқып танысу барысында адамгершілік асыл қасиеттерді адамды арман мұратына жеткізетініне, ал жаман әдеттердің зияны тиіп жаманшылыққа ұшырататынына көз жеткізген. Халық педагогикасындағы қайнар бұлақ бұл ең бір үлкен сала халық ауызекі шығармашылығы. Ауыз әдебиеті өмірдің айнасы, тәрбиенің таптырмас құралы. Ауыз әдебиетінің тәлім-тәрбиелік мәнін кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезовтің мына бір пікірінен аңғаруға болады. Біз ауыз әдебиетін зерттей отырып, халық санасындағы отаншылдық сезімді, халық ұғымындағы адамгершілік гуманизмді, халықтың қанатты үміті оптимизмді, сол халықтың өткендегі өмірі, аңсау арманы, әдет-ғұрпын, халықтың ұжымдық тәрбиесінің жемісін көреміз деп атап өткен. Ата-бабаларымыз күмбірлеген күміс күймен, сыбызғы сырнай үнімен, ән жырымен, мақал-мәтел, шешендік сөз, ертегі, айтыс өлеңдерімен сан ғасыр бойы өз ұрпағын өнегелі де өнерлі, адамгершілік ар-ожданы жоғары, намысшыл азамат ретінде тәрбиелеп келгені тарихи шындық. Сонымен халықтың педагогиканың тамаша идеялары мен дәстүрлерін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде халықтың ауызекі шығармашылығы ерекше рөл атқарады. Халық ауызекі шығармашылығының балалар мен ересектер тәрбиесінің таптырмас құралы, әдіс-тәсілі, құнды адамгершілік қасиеттердің қалыптасатынын зерттейді. Бала тәрбиесінде дұрыс пайдаланып, баланы жан-жақты жеке тұлға ретінде дамытуымыз қажет. Ұрпақ тәрбиесі ұзақ және күрделі процесс. Аталарымыз табиғатпен етене өмір сүріп, барлық жақсыны үздік тәрбиелеу жолына бағыштап отырған. Өйткені ұрпақ тәрбиесін елдің әлеуметтік дамуы мен құрылысының келешегін айқындаушы негіз деп санаған. Сол үшін де тәрбиеленушіге тәрбие беруде халқымыздың ғасырлар бойы сан мыңдаған сындардан өтіп, бізге жеткен тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, ұлттық тәрбие ерекшеліктерін негізге алуға міндеттіміз. Қазақ халқының ауызекі шығармашылығы біздің ұлттық болашағымызды, халықтық қасиетімізді өзімізге де, өзгеге де жазбай танытатын асыл мұра. Сол арқылы ата-бабаларымыздың тәрбиелік мирастары негізінде жас ұрпақты адамгершілікке, адал еңбек, өнер-білімге баулу, өмірге бейімдеу, отбасының, ауыл-аймақ, отанның намысын қорғау сияқты ізгі қасиеттерге тәрбиелеуге мүмкіндік туады. Халық ауызекі шығармашылығы халық күші мен даналығын, оның адамгершілік мұратын, халық педагогикасының терең сипатын жеткізетін педагогикалық құрал болып табылады. Ертедегі көпке танымал педагогтардың мұраларына көңіл бөлсек, олардың үнемі халық педагогикасына сүйенгенін аңғаруға болады. Жас жеткіншектерді отансүйгіштікке тәрбиелеуде, туған жеріне, еліне деген сүйіспеншілік сезімін оятуда, жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Өз елімнің басы болмасам да, сайының тасы болайын. Елінен безген ер оңбас, көлінен безген қаз оңбас. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл сияқты мақал-мәтелдердің құндылығының рөлі аса зор. Адамгершілік қасиеттерінің ішіндегі ерекше құндыларының бірі ізеттілік. Ал оның басты белгілері кішіпейімділік, қарапайымдылық, адами жандылық. Қазақ халқының мақал-мәтелдеріне балалар түсінігіне сай
қайырымдылық, жақсылық, ізгілік тәрізді қасиеттерді көрсететін даналық, ой толған өсек болған. Кішіпейілділік кісінің көркі, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Жақсыға қылған жақсылық өміріңде тозбайды, жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. Адамдықтың белгісі иіліп сәлем бергені, шын достықтың белгісі көп кешікпей келгені. Жақсы болсаң жақын көп, ұлық болсаң кішік бол сынды мақал-мәтелдер сондай тұжырымдарға құралған. Тәрбиеге этноәлеуметтік рөлдік тұрғыдан келу қазақ этникалық тәрбиесінің, оның ішіндегі отбасы тәрбиесінің негізгі принциптерінің бірі. Сондықтан да осы отбасы тәрбиесінде баланың жас және жыныс ерекшеліктеріне қарай этноәлеуметтік рөлдерді меңгеру дәрежесі оның үйлесімді дамуының негізгі көрсеткіші болып табылады. Өз ұрпағының өнегелі, өнерлі, еңбек сүйгіш, абзал азамат болып өсуін армандаған халық бала тәрбиесіне байланысты құрсақ той, шілде күзет, балаға ат қою, шілдехана, бесікке салу, тұсаукесер, атқа мінгізу, сүндетке отырғызу, тілашар тойы, үйлену, үй болумен байланысты құда түсу, есік төр көрсету, ұрын келу, келін түсіру тойлары, қалың мал алу, жасал беру сияқты салт дәстүрлер, түрлі кәде ырымдар қазақ халқында ежелден сақталған. Бәрінің де өзінде жүктелген тәрбиелік мәні болады. Сондықтан да олар дәстүрге айналған. Қыз баланың тәрбиесі. Халқымыз қыз баланың тәрбиесіне өте көп мән берген. Қазақ отбасында қыз баланың орны әрдайым ерекше. Қызға ата-бабамыз зекіп ұрыспаған, ауыр жұмыс жасатпаған, керісінше әртүрлі өнер түрін игеруге жол ашқан. Мысалы, тағам даярлай білу, ою ойып көрпе жасау, іс тігіп кесте тоқу, айран көже түрлерін үйрету, әдепті болу, кішіпейіл болу, қаласа атқа мініп еркін шабуылға үйрету. Қыздың жолы жіңішке деп сыйлай отырып, қызға қырық үйден тыю деп оның тәрбиелі, әдепті болуын қадағалап қамқорлыққа алған. Қыз болашақ әйел, болашақ ана. Ал әйел қандай биік дәреже жұмыс жасамасын, оның ең басты міндеті өмірге ұрпақ әкелу, бала тәрбиелеу. Көп жағдайда отбасының беріктігі әйелге байланысты. Әйелдің сабырлылығы, кешірімділігі, сыпайылығы отбасына береке әкеліп, шаңырақ бақытын орната біледі. Ер бала тәрбиесі. Қыз бала көп жағдайда анасы мен әжесінің қарамағында болса, ұл баланың тәрбиесіне әке мен ата, ауылдағы ағайындар, қарттар жауап берген. Қызға 40 үйден түйі болса, ұлға 30 үйден түйі болған. Көптеген мақал-мәтелдерде ұл бала тәрбиесіне байланысты туындаған. Ер бала болашақ азамат әке, елін, жерін, тілін қорғау жолында шешуші рөл атқарған болашақ ел басшысы. Ер баланың ел жанды, ұлт жанды болып тәрбиеленуі еліне деген, жеріне деген сүйіспеншілік пен намыс сезімдерін қалыптастырады. Қоғамның жаңаруы өткеннің мәдени-тарихи мұраларының, оның ішінде өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеудегі этникалық педагогиканың қайта өрлеуі бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Адамның азамат болып қалыптасуында халықтың әлеуметтік мәдениет, рухани құндылықтары, оның әдет-ғұрып, салт дәстүрлері маңызды рөл атқарады. Сондықтан этнопедагогиканың тұлғаны толыққанды тәрбиелеуі ол өте орынды. Қазіргі кезде әдет-ғұрып пен этнопедагогиканың, педагогика ғылымының әдіснамалық теориялық жағдайлармен бірігуі, қоғамның алдына қойған тәрбиелік мақсаттардың шешілуі өзекті мәселе болып табылады. Жалпы адамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ғасырлық мәдени дәстүрлерді есепке ала отырып, білім беру мазмұнының жаңартылуы болашақ мұғалімдерді дайындау процесіне жаңа талаптар ұсынады. Себебі оқушыларды этнопедагогика элементтерімен тәрбиелеу ең алдымен мұғалімнің оның теориялық және практикалық дайындығының деңгейімен анықталады. Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тәрбие беруге дайындау оларға жүйелі этнопедагогикалық білім беру арқылы жүзеге асады. Этнопедагогикадағы этникалық тәрбие үрдісі халықтың қоршаған ортадағы құбылыстар жөніндегі білімдер арқылы жүзеге асады. Тәрбиелік мәдени принциптер жеке тұлғаны өсіріп жетілдіретін әлеуметтік ортаны есепке ала отырады. Бұл тәрбие мазмұнында жалпы адами, ұлттық және аймақтық мәдени құндылықтарды қамту қажет. Ал балаға деген көзқарас оның құнды нәрсені өзінің мәдени даму қабілетіне қарай таңдай біліп, өмірде өзінің орнын табуға және шығармашылықта көрсете білуде түсініктер ескеріледі. Тәрбиенің табиғилық принципі адам баласын табиғаттың бір бөлігі ретінде көру, яғни бала тәрбиесінің табиғатпен
үйлесімділікте оның таза экологиялық табиғи ортада дамуын қарастырады. Табиғилық принципіне сәйкес бала ағзасының даму заңдылығына, дене дамуының ерекшелігіне, баланың денсаулығына көп көңіл бөлу қажет. Мақсаттылық принципі мақсатты талаптың айқындылығы, ұжымдық сұранысқа есеп жасай отырып, тәрбие қызметінің басты түрлерін дұрыс таңдауды қарастырады. Гуманистік принцип әрбір жеке тұлғаға құрметпен қарап, оның бостандығын, әлеуметтік құқығын мойындайтын гуманистік идеяны бірінші орынға қояды. Педагогтың білім алушылар мен тәрбиелеушілерге өзін-өзі дамытуға жауапкершілікті субъект ретінде қарауын талап етеді. Тәрбиенің үздіксіздігі процесі бұл жеке тұлға ғұмырының барлық кезеңінде жан-жақты дамиды. Шығармашылық әлеуметтің баюын, күш-қуатының қабілетінің пайдалануын кәсіби шеберлік арқылы көрсетеді. Балалардың отбасы өміріне араласып, қарым-қатынастағы ашықтылығы мен сенімділігін, талап қоюда бірізділік пен жүйелікті сақтау, балаға лайықты көмек көрсету, соның сұрақтарын жауапсыз қалдырмау. Яғни балаға этноәлеуметтік рөлді орындауға мүмкіндік беру. Қазақ этнопедагогикасының мақсат міндеті педагогика ғылым жүйесіндегі қазақ халқының орнын айқындау, қазақ этникалық тәрбиесінің ерекшелігін зерттеу, тәрбиеге этноұлттық тұрғыда келудің мәнін ашып, ұлттық мінез-құлық, ұлттық сананың қалыптастыру ерекшелігін зерделейді. Қазақ халқы этнопедагогикасының категориялары: ұлттық педагогика, халықтық педагогика, этникалық тәрбие, этномәдени білім. Қазақ этнопедагогикасының ұғымдарына әдет-ғұрып, салт-дәстүр, жөн-жоралғы, наным-сенім, ырым-тыйым, этнопедагогикалық білім, бата беру, туыстық қатынас нормалары, ұлттық мектеп. Қазақ этнопедагогикасының қызметі қазақ халқының озық дәстүрінің мәнін ашу, ата-бабамыздың мағынасын тану, ұлттық дүниетанымды қалыптастыру, ұлттық тілді қалыптастыру, халықтың ұлттық мәдени құндылықтары негізінде тәрбиелеу, отаншылдыққа, тілге, тарихқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, мектептің, отбасының озық тәжірибесін насихаттау, үздіксіз білім беру жүйесінде этникалық тәрбие арқылы қазақ халқының болмысын сақтау, отбасындағы этникалық жағымды тәжірибелерді дәріптеу, қазақ халқының өзіне тән тұрмыстық дәстүрді сақтау. Қазақ этнопедагогикасының заңдылықтары: жалпы педагогика заңдылықтары, сонымен қатар ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің, анасын көріп қызын ал, ғытысын көріп асын іш, атаңа не жасасаң алдыңа сол келер сынды әртүрлі ұстанымдар. Қазақ этнопедагогикасында этникалық тәрбие қағидаларын ескеру қажет, жас және жеке бас ерекшеліктерін ескеру керек. Мәдени табиғи сәйкестілік, туысқандық қатынас басымдылығы және үлкенді құрметтеу қағидасы. Әр ұлттың өзіне тән кәсібі, тарихы мен мәдениеті бар. Ол мәдениет сөйлеу тілінен, ойлау жүйесінен айқын көрініс табады. Сондай-ақ ұлттық мәдени ерекшелік сол халықтың өмір сүру тәсілінен, діни наным-сенімінен, әдет-ғұрпынан, салт-сана мен дәстүрінен өзекті орын алады. Халық педагогикасы ежелден халықпен бірге жасасып келе жатқан тәлім-тәрбие мектебі. Ғалымдар тұжырымына сүйенсек, халық педагогикасы ғылым емес, ол халықтың ғасырлар бойы жинақтаған, бірақ бір жүйеге келтірілмеген ұрпақ тәрбиесі жөніндегі эмпирикалық білімі мен тәжірибесінің жиынтығы. Этнопедагогика ғылымының зерттеу объектісі, педагогика ғылымының тудырушы қайнар бұлақ. Ғасырлар бойы қалыптасып негізделген ұлттық тәлім-тәрбиенің құнды құралы. Қазақ халқының көп жанрлы, өте бай ауыз әдебиеті мен игі әдет-ғұрпы, әдебі, дәстүрлері, салт-санасы этнопедагогиканың тірегі болып табылады. Қазақ халқының өзіне тән тәрбиелік ерекшеліктері мен салт-дәстүрлерінен айқын көрінеді. Мысалы, ұлттық қасиет меймандостық, қонақжайлылық ең әуелі жеке тұлғалардың игі әрекеті болса, ол қолданысты үлгі-өнеге ретінде басқаларда пайдаланып әдет-ғұрыпқа айналдырған. Жетілген тұлға ұғымын анықтау мақсатында әлеуметтік ғылымдар саласында тұлға, даралық, жеке адам ұғымдарын зерттеу тарихына сүйенеміз. Жеке адам адамзаттық топтың жеке бір өкілі, биологиялық тіршілік түрі. Оның психологиялық үрдісі биологиялық деңгейде өтеді. Тіршілік ету әрекеті болмысы, қабылдау, есту, көру сынды психикалық процестермен жүзеге асады. Жеке адамның айырмашылығын көрсететін белгілердің жиынтығы ол адамның жеке даралық мәнін анықтайды.
егер философиялық категория әлеуметтік жүйеге бастапқы екеуінің мазмұнын анықтау қиындау болса, онда екі негізгі философиялық категориялар тұлға және субъект мазмұнын анықтауға мүмкіндік береді. Адам тұлғасының көп қырлылығы бәрінен бұрын адамның басқа биологиялық тіршіліктен негізгі айырмашылығын, оның сана сезімі мен ойлауының бар болуын көрсетеді. Философияда тұлға мәселесі бұл біріншіден адам әлемде қандай орын алады, шын мәнінде сондай іс-әрекет жасайтынын көрсетеді. Педагогика үшін тұлғаның философиялық және әлеуметтік тұжырымдамасының маңызы өте зор. Өйткені тұлға маңыздылығын анықтау үшін оған қатысты қызметі мен рөлін орындайтын әлеуметтік жүйе қажет. Адам тұлғасының даму барысында оның әлеуметтік биологиялық табиғаттың бірлігі, қайталанбас психологиялық даралықтар жиыны, оның азаматтық позициясын анықтайтын дүниетанымның қалыптасуы, мақсатты іс-әрекетін, мақсатты жүзеге асыруының үрдісі, тұлға позициясының мәдениеті мен тарих дамуының қайнар көзі ретінде қамтамасыз етілетін шығармашылығы. Этнос субъектісі өзінің табиғатын және ата-баба тарихын жақсы таныған, ұлттық мәдениетті белсенді қайта құрып, өз этносының әлеуметтік тәжірибесін ана тілін сақтау мен байыту арқылы жас жеткіншекке жеткізуші адам. Тарихи дамудың барлық кезеңінде адам тәрбиесінің объектісі және субъектісі. Ғасырлар бойы жинақталған, тәжірибеде өз нәтижесін тапқан тәрбие халық педагогикасының өзегі. Тәрбие жөнінде халық даналығы көп ғасырлық педагогикалық мәдениеттің көрінісі болып табылады. Құнды әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан ұрпаққа жеткізу тәрбие деп аталады. Адамның кез келген іс-әрекетінің этникалық қайнар бастауы ол адамның белгілі бір мүшелігі. Сондықтан да қандай да тәрбие болмасын, барлығы да ол этникалық сипатта адамды белгілі бір этностың мүшесі ретінде жүзеге асырады. Қазақ халқының ата-бабаларының өмір сүрген кезінен бастау алып, күні бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан рухани мұраның бірі халық педагогикасы. Ол халықпен бірге жасап келеді. Халық педагогикасы белгілі бір халықтың жас ұрпақты тәрбиелеудегі өзіндік ерекшелігі бар, ғасырлар бойы қалыптасқан іс тәжірибесі. Осы іс тәжірибені зерттейтін ғылым этнопедагогика, яғни халық пен этнос терминінің мәнін кеңінен аша білетін этникалық тәрбиені зерттейтін ғылым. Этникалық тәрбие этнос субъектісін қалыптастырудан мақсатқа бағытталады. Яғни бұл мақсат, міндет, принцип, мазмұн, әдіс, тәсіл, нәтиже, құралдар халық тәрбиесі сынды құрылымнан тұрады. Адамзаттың ең жоғарғы құндылығы ретінде этностың өз өмірін сақтап қалу идеясын алуға болады. Құндылықтарды сақтап, жеткіншек ұрпаққа мұра ретінде қалдыру, іскерліктерді қалыптастыру, өзін-өзі танып, өзін-өзі жетілдіруге деген талпыныстарды арттыру қажет. Әңгімелесу, кеңес, түсіндіру, үйрету, үлгі көрсету, бата беру, мадақтау сынды әдіс тәсілдерді қолдана отырып, болашақ ұрпаққа тәрбие беру қажет. Әртүрлі құралдар, санамақ, жаңылтпаш, өлең жырлар, бесік жыры, тақпақ, жұмбақ, ертегі аңыз, айтыс, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, саят құру, ырым, ұлттық ойындар жөн-жоралғы арқылы құралдарды қолдана отырып тәрбиелеу қажет. Халық тәрбиешілеріне ата-анамыз, атамыз бен әжеміз, аға-апаларымыз, ауыл үлкендері және өнер, әдебиет иелері жатады. Нәтижесінде 8 қырлы, бір сырлы жетілген, кемелденген адам пайда болады. Халқымыздың ұрпаққа тәрбие беретін, білімді дамытып, дүниетанымдық қабілеттерін қалыптастыратын ғылым ол қазақ этнопедагогикасы. Қазақ этнопедагогикасы қазақ халқының мәдени мұрасы, ұлттық тәрбие құралы, ақиқат заңдылығын бейнелейтін, теориялық жүйеде түзілген ілімдердің философиялық қисындық құрылымын көрсететін, яғни халық педагогикасы мен ұлттық педагогикалық ойларды тарихын зерделеп, дәлелдеп көрсететін ғылым. Қазақ этнопедагогикасы, қазақ философиясы, этностар теориясы, этнопсихология және мәдениет теориясы ғылымдары салаларымен тоғысқан. Аталмыш ғылыми пәндердің іргетас ережелері мен әдіснамалық негіздеріне сүйеніп, педагогика ғылымының ажырамас біртұтас бөлігі болып табылады. Бүгінгі таңда қазақ этнопедагогикасы ғылыми әдіснамалық және теориялық негіздерге арналған зерттеу жұмыстары Қалиевтің, Ұзақбаеваның, Қожахметованың,
Бөлеевтің, Қалбекованың және де тағы басқа ғалымдардың ғылыми еңбектеріне көрініс тапқан. Мәселен, Қожа Ахметова өзінің еңбегінде сол уақытқа дейінгі қазақ этнопедагогикасы бойынша зерттелген еңбектер мен авторлық мемлекеттік бағдарламалар және әдістемелік оқулықтар және озық тәжірибелер жөнінде толық мәліметтер келтіріп, жете талдау жасаған. Қорыта келгенде, келер ұрпақты, болашақ жастарды тәрбиелеуде қазақ халқының ауызекі шығармашылығының рөлі өте зор. Себебі баланың танымдық процестерін дамытуда, баланың тұлғалық адами қасиеттерін жетілдіруде бұл ойынның, жұмбақтың, жаңылтпаштың, одан да күрделі түрлер айтыс, шешендік өнердің тәлімдік, тәрбиелік мәні өте зор. Сондықтан да біздің ата-бабаларымыз бала тәрбиесінде ұлттық құндылықтарымызды ескере отырып, тәрбиені, жеке тұлғаны қалыптастыруға жағдай жасаған. Сондықтан да қазіргі заманда жан-жақты, үйлесімді, жетілген тұлғаны қалыптастыруда біздің этнопедагогикалық біліміміздің, тарихымыздың, тіліміздің, қазақ халқының салт-дәстүрінің, ұлттық ерекшелігінің маңызы өте зор.